Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге духовкада пирожки жасауды көрсетемін. Осы рецептпен бөлісемін. Пирожкилеріміз жұмсақ, дәмді болып шығады. Және салмасына қырыққабаттан жасаймыз. Ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Және жылы су қосамыз. Шай қасықпен дрожж қосамыз. Венчикпен араластырамыз. Сұйық май қосамыз. Араластырамыз. Және бір дана жұмыртқа қосамыз. Мұқият араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Жұмсақ қамыр илейміз қолымызбен. Ұнымызды осылай аз-аздан қосамыз. Ұнымызды сеуіп, үстелдің үстіне біркелкі болғанша илейміз. Бізде жұмсақ біркелкі тестамыз дайын болды. Ал енді үстінен жауып, көтерілуге қоямыз. Салмасын жасауға кірісеміз. Бізге 40 қабат, пияз және сәбіз қажет. 40 қабатты ұзын жіңішке етіп тураймыз. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздер үшін басқа да пайдалы рецепттер бар. Жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басамыз. Видео сізге пайдалы болса, пікір қалдырып, лайк басып кетіңіз. 40 қабаттарымызды осылай жіңішке етіп тураймыз. Сәбізімізді майда теркадан өткіземіз.
Piyazımızı da жіңішке етіп тураймыз. Ыдысымызға кішкене май құйып, майымыз қызған кезде пиязды қуырамыз. Пиязды қызарғанша қуырамыз. Келесі сәбізімізді қуырамыз. Кішкене қуырылған соң, ал енді қырыққабаттарымызды қосып қуырамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Араластырамыз. Және кішкене тартылған ет қосамыз. Ал енді дәмдеуіштер қосамыз. Қызыл бұрыш, қара бұрыш және құрғақ томат қосамыз кішкене. Өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді қосуға болады. Дәл осы начинкамыз бізде жарты тестамызға жетеді. 2 есе етіп жасайсыздар. Кішкене су қосып, қақпағын жауып, отты төмен қоямыз. Бізде қамырымыз көтеріліп шықты. Ұнымызды сеуіп түсіреміз. Ыдысымыздан. Және майда бөліктерге бөлеміз.
Осы бөліктерімізді домалақтап шығамыз. Барлығын осылай жасап аламыз. Салмамызды бір қасықтан салып, пирожкилерімізді түйеміз. Осылай кішкене етіп жаямыз. Бір қасықтан салып отырып, түйіп аламыз. Осылай ұштарын біріктіреміз. Және барлығын осылай жасаймыз. Ыдысымызға жайғастырып, үстінен жұмыртқаны жағып шығамыз. Қызып тұрған пешімізде 180-190 градуста пісіреміз. Духовкада пирожкилеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.